Сонымен 5-ші есепте тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғалары берілген 6 дециметр, оның әрбір төбесінен 4 дециметр қашықтықта орналасқан нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Мынау сызбада дұрыс көрсетілмеген, мынау А нүктесі, мынау Б нүктесі, мынау С, мынау F және мынау Е нүктесі. Нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтықты табу үшін F нүктесінен ABC үшбұрыш жазықтығына дейін қашықтық табу үшін біз осы нүктеден үшбұрыш жазықтығына FE кесіндісін, перпендикуляр кесіндісін түсіреміз. FE. Енді бізде есептің шарты бойынша FC, FB, FA бәрі-біріне тең. Шешу бізде сонымен есептің берілгені бойынша үшбұрыш ABC тең қабырғалы. FC тең FB тең FA болады. Оның әр төбесінен 4 дециметр қашықты, яғни 4 дециметрге тең. Үшбұрыштың қабырғалары 6, мынау 4 дециметрден. Бұл жерде біз мынандай үшбұрыштарды қарастырайық. FEC, FEB және FEA үшбұрыштарын қарастырайық. Үшбұрыш FEC, үшбұрыш FEB және үшбұрыш FEA. Бұл үшбұрыштардың барлығы тік бұрышты үшбұрыштар. Бұлардың барлығы тік бұрышты үшбұрыштар. Осы тік бұрышты үшбұрыштардың бізде FE катеті бәріне ортақ. Сонымен қоса, осы үшбұрышқа да FE катеттері ортақ. Сонымен қоса, FC, FA, FB гипотенузалары бір-біріне тең. Олай болса, тік бұрышты үшбұрыштардың ұқсастық белгісінен бұл үш тік бұрышты үшбұрыш бір-біріне тең екендігі шығады. Яғни мынау үш үшбұрыш бір-біріне тең. Онда олардың сәйкес қабырғалары да бір-біріне тең болады. Бұдан EC қабырғасы катеті былайша айтқанда EB катетіне тең, ал ол EA катетіне тең. Сонда біздегі Е нүктесі ABC үшбұрыш төбелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүкте. Ал ол деген сөз, Е нүктесі осы ABC тең қабырғалы үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады дегенді білдіреді. Мынау сырттай сызылған шеңбердің центрі. Сонда EB бізде ол сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Ал тең қабырғалы үшбұрыштың сырттай сызылған шеңберінің радиусын табу формуласын А бөлінген түбір астында 3 екенін біз білеміз. Үшбұрыштың қабырғасы бізде, тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы 6 дециметр. Бөлінген түбір астында 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, ал мен бөлімін түбір астында 3-ке көбейту арқылы. Онда бізде 2 түбір астында 3 екені шығады. EB катетінің ұзындығы FEB үшбұрышынан. Енді осы FEB үшбұрышынан біз FE катетінің ұзындығын неге тең екенін табуымызға болады. Үшбұрыш FEB бойынша FE тең болады. Түбір астында FB-нің квадраты минус BE-нің квадратына. FB 4, BE 2 түбір астында 3. Мыналты алынған 4, 3, 12 түбір астында 4 тең 2 дециметр. Сонымен есептің жауабы
2 дециметр болады.